Сәлем достар, мен бүгін сіздермен қызылшадан дайындалатын өте оңай салаттың жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаларымызды теркамыздан өткізіп аламыз. Достар, қызылшаның пайдасын білесіздер ме? Қызылша өте керемет денсаулыққа. Пайдасы өте зор, иммунитетіңді көтереді. Келесі 3 чесногымызды теркамыздан өткізіп аламыз. Чесногымыздың пайдасы гриппке қарсы және әртүрлі ауруларға қарсы. Келесі свекламызды теркамыздан өткізіп аламыз. Осылай формочкамыздың жан-жағын маймен майлап аламыз. Оның үстінен қызылшаларымызды орналастырып, қасығымызбенен осылай жайып шығамыз. Үстінен осылай жаңғақтарымызды салып шығамыз. Жаңғақтың пайдасы бүйректі қуаттандырып, өкпені тазалайды. Оның үстінен майонезімізді салып, қасығымызбенен жайып шығамыз. Достар, осы салатты жаңа жылдық столға да қоюға кеңес беремін. Оның үстінен жүгерімізді салып, осылай қасықпен жайып шығамыз. Жүгерінің пайдасы қатерлі ісік ауруларын болдырмайды және терінің қартаюын тежейді. Оның үстінен жұмыртқамызды салып шығамыз. Ал жұмыртқаның пайдасы тырнағым, шашым, тісім маржандай болсын десеңіз, күнделікті жұмыртқаны пайдалануға кеңес беремін. Оның үстінен чесногымызды және майонезімізді салып, қасығымызбенен осылай жағып шығамыз. Оның үстінен қызылшамызды орналастырып, қасығымызбенен жайып шығамыз. Үстінен жұмыртқамыздың сарысын теркамыздан өткізіп осылай сеуіп шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Формамызды шешіп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің өте керемет қызылшадан дайындалған салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.